Мен сіздерге составты көрсетемін. Состав бірінші, екінші болып, үшінші болып бөлінеді. Менде бірақ үшіншісі жоқ. Мен оны алмадым, өйткені мен басқа нәрсемен қолданамын. Менің составтарым осындай. Авиталь деген фирмадан. Ақ түсі бірінші состав, көк түсі екінші состав. Бірінші состав бізді қасымыздың формасын өзгертіп, ішіндегі қатты болып стерженьді жібітеді. Екінші состав ол стерженьді қайта қатайтады. Мен салған формада. Например, мен қасым бүйтіп төмен түсіп тұрса, міне былайынан мен оны тараймын. Бірінші составпен бүйтіп көтеремін. Екінші составпен сол көтерілген күйінде қатырып қоямын. Бірақ қасқа істелген ламинирование ол прям қатпайды, өйткені оның басты мақсаты қасты послушный, податливый ету. Қазақшасын ұмытып тұрмын, ренжімеңіздер. Сондай, сол себепті осылай. Осындай кисточка бар, щеточка. Осындай. Дауыс қалай шығып тұр екен. Қасымда былай міне көріп тұрғандарыңыздай негізі кішкене формасы бар өзінің, бірақ қандай қарап тұрсаңыздар, міне көрдіңіз ба, үстіге қаратай қатырылмайды. Сол осындай негізі қасым қалың, кішкене қалыңдау, қара түсі, бірақ на светтің несінен кішкене ақшыл болып көрініп тұр. Ең бірінші мен қасымды сумен, мицеллярды сумен ватный дискпен сүртіп аламын. Маған ұнамайды осы тостар, білмеймін. Келесі мен арнайы осындай аппликатормен, осындай аппликатор арнайы өйстіп составты жағатын. Сондай мен составты қасыма жағам. Сіздер өздеріңізге ламинирование жасар алдын міндетті түрде арнайы оқудан өтулеріңізді сұраймын. Немесе арнайы оқыған мамандарда жасатуларыңызды сұраймын. Себебі қастарыңыздың түсіп қалуы, болмаса сиреп қалуы, сондай болуы мүмкін. Неге десеңіздер, бұның арнайы ұстайтын уақыты бар қасты. Әр адамның қасы әр түрлі. Сол себепті міндетті түрде арнайы мамандарда жасатуларыңызды сұраймын. Арнайы мамандарда оқуларыңызды сұраймын. Осындай состав. Осылай составты аламын. Қолыма енді қасыма жағам. Осылай қасыма жағып алдым. Енді арнайы өзінің ұстайтын уақыты бойынша ұстаймын. Әр составта өзі уақыты жазылған. Структура волосков бойынша тонкие волоски 2 минут, жесткие волоски 6 минут деген сияқты. Менікі средний.
сонда да тексеру керек оны. Аватарка жасаймыз ба осындай. Күйіп кетсе қасым прикол болады. Составтың бәрі қасыма жағылды. Ойбай, намазнигіме жағылды ғой. Кішкене ыңғайсыз. Енді ақырындап қасымнан сүртіп алам. Қатты баспай, ақырын асықпай алып тастаймын. Екінші состав кішкене су сияқты болады, кішкене сұйықтау. Осылайынан жағамын. Тоже үстінен бәрі полный жабылатындай. Мен екінші составты алуға дайындалып жатырмын. Новый кисточкамен новый жаңағындай аппликатор дайындап қойдым. Новый неге десеңіздер, екеуі шатаспас үшін. Екі состав бір-бірімен шатасып кетпес үшін, и қасымызды құртып алмас үшін сондай. Сосын новый ватный диск. Новый ватный диск біреу, и біреу суланған, әшейін сумен суланған, біреу жай. Осылай қасымыздан алып тастаймыз. Жаңағы суланған новый ватный диск. Болды, дайын. Осындай болады қасым. Сүрткеннен кейін. Осылай сүрттім. Сүрткеннен кейін енді қасым осындай болады. Бір-екі күн осындай тура осындай болып тұрады, примерно тарап қойған кезде. Потом уже өз қалпына келіп бастайды. И мен оны қасты қатыратындармен қатырған кезде ол өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Мен қалағандай. Вот. Қазір міне осындай.
ұнайды деп ойлаймын. Өзіме ұнаса болды ғой бірақ.